Нұрик, сен бізге тамақ істе. Ой. Қойшы, сонда мен араға таныс салып жүріп кірген жұмысым осы малағалы болды ма? Ставить, сука. Сен просто маған жауап берші. Нұрик қайда? Сен рюкзакқа керек заттарды сал. Ал мен мына жылға белгі салам. Бірақ қарта деген жаман нәрсе. Тура пышақ сияқты ғой. брат, срочно бір ақша керек болып тұрады, бір 100 000 теңге қараса тұршы. Ертең жұмысқа барған соң беріп тастаймын. Рахмет, брат, Алла разы болсын. Мен нөміріме аударып қойма, брат, қазір айтам. Айтчешін, кері жетіспес. Ұршы. Ой, не істейді соң. Жол, Нұреген олар тағы салды ғой. Ойын бітті. Ұтылып қалды ғой, алар? Мынау қайсыздар амансыздар ма? Менде бір әңгіме болып тұр, короче. Еркекпіз ғой. Мужской солидарность деген нәрсе бар. Мынау қоғамдық орында туалетке кіретін жігіттер, енді үлкенге кірсеңіздер, анау жанында андай щеткасы тұрады. Сол щеткамен тазалап кетуге болады негізше. Просто артынан кіріп қалған балдарға жұмыс болып қалып жатыр да ше. Күшеніп, сүйген кезде ананы құрт жүруге тырысып жатырық да ше. Біз де кірген кезде ше, на расслабоне кіріп, кіші дәретке кіріп шықсақ болады да. Күшеніп ананы құрту үшін сел пайда болып қалады да ше, жігіттер. Давайте мужской солидарность қоғамдық орында әжетханаға барсаңдар, жанындағы щетканы қолданыңдар обязательно. Анда-санда Ж деген туалетке кіріп қалып қой, бос болмаған кезде. Ояқта ондай проблема болып жатқан жоқ. Осы проблеманың бәрі М деген туалетте болып жатыр мужскойда. Так что жігіттер ойындар қандайды. Жұмыс істеген жетеді, онсыз да шеш. Құрметті достар, мен масканың азартына кіріп кеттім. Негізі футболдың жанкүйерім ғой, өзім футболмен айналысқам, ойнағам, сондықтан жиі салып тұратын болам. Ал кеттік топ ойыншы. Вьера, Францияның легендасы Вьера, алтылыққа қойсам ешкім ренжімес. Банучи, футбол тарихында негізі защитниктерді көбісі бағаланбайды. Мен бағалаймын, өйткені мен өзім позициям защитник болған, сондықтан Банучиді бестікке кіргізем, ренжімеңіздер. Деко Портумен чемпион болған, Португалияның легендасы. 8-ге қойсам ренжімес Деко тәте. Руни, ой, Руни. 4-ге қойдым Руни тәте. Хаби Алонсоның шіркін керемет пастары, сұмдық 7-ге кіргізем. Ибрагимовичті қазір нәқа қойсам ұрып кетсе та, құрсын ауыстырып жібере салайықшы. Пирло, маэстро, легенда. Джорджо Келини, біреуің келе жетесіңдер ғой, Банучи келді ғой. Әр үйден біреу. Трезеге. Тәтем, ауыстыра салайшы сізді. 3-ке кіргізсем болады негізше. Касилис мен үшін Касилис топ вратарь. Мен Испанияның жанкүйерімін футболдан. Сондықтан Касилисті мен бірге қоямайым ше, қазір мықтылар шығып қалуы мүмкін. Сондықтан өткізіп жіберей қойын бір рет. Ой, 10 орынға кімді қоям деп уайымдап отырмын. Жақсы болды мына Атлетиконың сорлылары. Иньеста. Мен Иньестаны мойындаймын. Мен Реалдың Барсан жанкүйері емеспін, бірақ Иньеста ол Иньеста. Снейдер, жаным ашин, Снейдер. Мен Интердің жанкүйерін білесіздер ғой. 3-ті босатып қойым керек негізше. Снейдер тәте 9-ға қойдым. Міне осылай шықты. Қалай елейсіздер? Келсесіздер ма? Келіспесеңдер де бәрі өзім ойым. Ұнатады шында көңілі шырқауды, таулар жоқ төбемізден бұл тауды. Тодағай боп туылмадық әттең ай, Атырауға әкелермен. Ал құрметті достар, АПЛ-ды орындарына жайғастырамыз. Челси биыл өте әдемі бастады сезонды, бірақ мықты шабуылшылары травмаға кетіп қалды, сондықтан көп уақыт керек болады. Очко жоғалтады, бестікте болатын сияқты, бірақ сонда да. Астон Вилла ол білесіздер ғой, ол постоянно осы орындарда ол. Фулхэм маған өте қатты ұнайтын команда. Фулхэмді мен биыл
ондықтан көргім келеді. Вулверхэмптон. Бұны чемпионшипқа қимайсың. АПЛдың көркін келтіретін командалардың бірі ғой. 13-14-те жүре бересің. Бұлар АПЛға керек команда. Любой момент мықты командадан очко ала салатын командалар. Вест Хэм Юнайтед биыл жақсы составын барлығы, бірақ ойындары үйлеспей жатыр. Кеше ғана күш алып бастады, бірақ бұлар меніңше ондықты тәмамдайды. Вест Хэм Юнайтед. Эвертон Жек Грилиш барғалы өте күшті ойнап жатыр. Қазір ассистенттің королі болып тұр Жек Грилиш. Сондықтан бұлар биыл 8-дікке кіретін сияқты меніңше. Тоттенхэм өлді. Биыл трофей алып айдаспанға шығарды. Емеу негізі өте күшті ойнайды. Көрнегін көрсетіп жүр. Мынап жүр Емеу биыл. 4-дікке кіреді биыл. Ноттингем Форест 12-ке қойдым. Жақсы команда. Брайтон 14. Кристал Пэлас. Білмеймін, не үшін жүргендерінше. Әйтеуір ұтып атады, очко батады әйтеуір. Ұшып кетсеңдер де ризамын. Лидспен биыл қоштасатынымыз анық. Ливерпуль 3-тікті тәмамдайтын сияқты биыл чемпиондыққа таласады. 2-ге қойдым Ливерпульді. Ньюкасл Юнайтед. Өте жақсы команда ғой Ньюкасл деген. Не өспейді, не қоймайды, не чемпион болмайды. Осы жерде жүреді ол. Брентфорд 15-те ғой Брентфорд биыл. Биыл Бернлимен қоштасамыз жігіттер. Ренжімеңдер. Сити. Ситиді мен 3-тіктен көре алмайтын сияқтымын биыл. Сонда да қойық. Негізі 16-шы орынға қойса olur Ситиді. Арсенал, меніңше биыл АПЛ'ды Арсенал алады. Борнмут 16. Сандерлет 20 болатын сияқты енді. Осындай болып тұр менің биылғы жылға. Арсеналдықтар қуана беріңіздер. Менің аузым дуалы. Биыл Арсенал чемпион болады. Өйткені дайындалып жүр олар қатты. Сіздер білмейсіздер, сіздер ұйықтап отқанда олар тренировкаға шығады. Мен көріп қалдым өткенде. Бірақ кеше Ливерпульден ұтылып қалды енді. Дальныйдан, штрафныйдан сабап жіберді ғой. Бірақ сонда да есім сезон соңына шейін Арсенал чемпион болатын сияқты. Комменттерді көріп қалатырмын да, мен жаман ұлы тұлғамыз Ыбырай Алтынсаринге ұқсатып отырсыңдаршы. Лайктар көп басылып күліпші. Ыбырай Алтынсаринді кім көрінгенге ұқсата бермеңдер. Бөлек тұлға ғой. Қатты айттым, заметкелеріңе жазылыңдаршы. Ойлаш. Ойың әнәсі кейін. Қандастар не қашықшы? О, міне. 1, 2, начали. Ақтылы емей дос адамдар. Кешікпей келеңді. Уағалейкум ассалам. Брат, үйге жетіп алайшы 1000 теңге берші. 1000 теңге? 1000 теңге жоқ болғым ше? Брат, үйге жетіп алайшы. Серьезно, өзім 200 теңге айлық аламын ғой мен. Одан айлық түседі, сразу балашаға киіндір дейді. Киініп болғаннан кейін ойбай папа ананы жейміз дейді. Үйге келсең есік тоқылы көмусылығы келіп тұрады. Одан ойбай той бар дейді. Тойға бәрі 20 мыңнан жинаймыз дейді. Ол үлкен той бітті десең бесік той шығады.
В общем, бәрі досың звондайтын жақтан бір адам 5 мың қарызға бар ма деп. Оның бәріміз тауып беру оңай емес те. Туған інім бар. Bir adam машинаны соғып алдым дейді, 30 мың теңге сұрады да. Оған тауып бердім. 200 мың бәрі талан-тараж өзімнің ештеңе ала алмадым. Қиналдым өзім үшін. Адамымызға кейде шүкіршілікті ұмытып кетеміз. Соқ осы. Менің жағдайым қайда жақсы екен, брат, сенің жағдайың тыңда. Басай, брат. Жетіп басай екен. Жетіп алғанда телефон өшіп қалған ғой, брат. Такси шақырып бересің. Такси. Қай көшеге шақырайды? Сосын жетпей тастайда тұратын мен. Тағы Еркош ақмы десең? Жоқ дейсің. Құрметті достар, негізі ертең менің әкешігімнің туған күні, сондықтан бүгін әкемнің ағайындары, жалпы ағайындар әулет болып жиналып жатырмыз. Бізде үлкен әулет болған соң бүгін үлкен коттеджді алдық. Қазір мас дейміз, шашлик істейміз. Күзірайттан чемпионат болады. Сондай қызықтар ойнап тұр, банясы бар, бассейні бар. Өте қызықты болады. Бүгін сторисімді тек өзімнің отбасыма, әулетіме арнайтын боламын. Сондықтан реакция жіберіп қарап отырыңдар, мақма? Қалай екен, мама? Жақсы, керемет. Бәрі керемет. 12-ден кейін жігіттің туған күні. Дінлама болып отыр, дінлама. Бүгін диета деген нәрсе жоқ қой, короче. Бұл жақта, короче, 3 не бар ғой. 3 отыр, кішкентай бала-шағалар телевизор көріп отырса болады. Жалпы, осындай кей, үшеуі бар, тапшам бар, далада отыратын жер бар, мына жерде отыратын жер бар. Сосын бөлмелері, мен сіздерге айтайын, біздің Шымкент қаласындағы көп анандай нелер бар ғой, гостиницалар бар ғой, 4,5-5 жұлдызды. Солардың нелерінен кем емес шық, бәрі тап-таза, уютны, компактны. Мысалға, мына бір бөлмеге кіре саламыз қазір. Мысалға, мына бөлмені қараңыздар, өте керемет, компактный, көрпе төсегі, осы қазір жаттым, заттартым яқты шашылып отыр ше. Әжетханасы бар, душі бар, өте керемет негізі. Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Құдай қаласа жақында Азартниктің 5-ші сезоны басталғалы жатыр. Сәтті күтіп қойыңыздар, күтіңіздер. Және де менің TikTok парақшамда болыңыздар. Мен көп видеолар салатын боламын.